Жақындарымыз өмірден өткен кезде олардың артында қарыз қалып жатады, кредит қалып жатады. Оны кім өтейтінін және қалай өтейтінін және қалай оны жапқан дұрыс болатынын білмей жатамыз. Мінекей осы мақсатта осы сабақ көмекші құрал болу үшін дайындап отырмыз. Бұл сабақ кімдерге тиімді? Біріншіден, осындай мәселеге кезіккен адамға осы сабақты алу нәтижесінде не істеуге, не қылуға болатынын бәрін осы видеодан түсініп, сабақтан көріп, әрмен қарай біздің ұсынған арыз шағымдардың үлгілерін пайдаланып мәселені шешуге болады. Енді екінші мәселе, үйде отырған, декретте отырған аналарға осы біздің сабақты қолдану арқылы дәл осындай мәселеге душар болған адамдарға қызмет көрсетіп, еңбегіне ақы алып, кәсіпкерлік көзіне, табыс көзіне айналдыруына болады. Одан бөлек үшінші, заңгерлерге келетін болсақ, заңгерлер оқу бітірді немесе жұмыстан шығып, жаңадан кәсібін бастайын деп жатыр заң саласында. Мінекей соларға да тамаша құрал, кейс алады сабақты, үлгілер бәрі дайын тұр, сол саланың бір саласы ретінде қызмет көрсетіп, табыс көзіне айналдыра алады. Мінекей осы үш бағытта, үш түрлі саладағы адамдарға осы сабақ жақсы көмек құралы болады.